кайда жумушка орналасууга болот? Жеке компанияга ма, әлде мемлекеттик кызметке ме? Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатса. Менің есімім Гаухарбекова Мақпал Жамбылқызы. Сізге түйіндемемді қалдырып едім жұмысқа орналасу туралы. Көрдіңіз бе? Мақпал, сіздің түйіндемеңізді көріп шықтық. Бізге қазіргі таңда біздің компанияға тәжірибелі мамандар керек. Сіз енді ғана жоғары оқу бітіргенсіз. Сол үшін сізді қабылдаймыз. Жеке компанияга орналасуу үчүн мол тажрыйбе кажет экен. Ал мемлекеттик кызметке тажрыйбесиз де жас мамандарды кабылдай береді. Осылайша тажрыйбе жинактауга мүмкүндүк бар. Әрине, онда мемлекеттик кызметке талпынып көрейин. Сәлеметсіз бе? Гаухарбекова Мақпал Жамбылқызы екен. Иә, бұл Норвегиядан ең аппаратына хабарластырған. Соңғы конкурс нәтижесі бойынша мемлекеттік құқықтық бөлім маманы сізді қабылдайды деген оның нәтижесі шықты комиссия мүшелері. Бүгін әр мемлекеттік қызметкерге өзіне бағыт-бағдар беру үшін жаңадан мемлекеттік қызметке кірген қызметшілерге тәлімгер бекітіледі. Бүгінгі қолжанбыңыз Нұрбол Тілеубергенұлы, бүгіннен бастап сіздің тәлімгеріңіз болып табылады. Өте қуаныштымын. Жас түлек, Норвегия ауданы әкімінің аппаратына жұмысқа кел. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек.